Фашистік орда, Путиннің ордасы, орыс ордасы, жабайы орда. Екі славян халқы соғысып жатып, неге бір-бірін орда дейді? Біздің, яғни ордалықтардың бұған қандай қатысы бар? Негізінде орда тобыр емес, бұл ханның ордасы, сарайы, билік орталығы, жошы ұлысы, ұлы дала мемлекеттілігінің шыңы және қазақ хандығының саяси ізашары. Бірақ орыс мәдениеті ғасырлар бойы біздің мемлекетіміздің атауын жабайылықтың синониміне айналдырып келді. Ресейлік тарихи мифологияның негізін қалаушылардың бірі Николай Карамзин тек қарақшылыққа ғана қабілетті азиялық ордалар деп жазған. Ал Ресейді оларға тікелей қарсы қойып, оны жабайы орда емес, ұлы мемлекет деп сипаттаған. Яғни орда жабайылық, Ресей мемлекет. Бұл формула сонау 19 ғасырдың басында жазылып қойған. 1941 жылы кеңестік басты әскери әнде нацистік әскерді қарғыс атқан орда с проклятою ордой деп атады. Гитлершілерді абсолютті зұлымдықтың бейнесі ретінде көрсету керек болды да, ол үшін біздің тарихи мемлекетіміздің атын алды. Тағдырдың тәлкегін қараңыз. Бұл әнді кейін ондаған жылдар бойы қазақтардың өзі де шырқап келді. 2012 жылы Ресейде «Орда» деген фильм жарық көрді. Оның ресми сипаттамасы былай басталады. Ғасырлар бойы бұл сөз қанды шапқыншылық пен қорлыққа толы алым-салықты білдірді. Одан әрі орданы түсініксіз әрі қорқынышты әлем деп атайды. Мемлекет өркениет Еуразияның саяси орталығы емес, бірден қан, қорлау және үрей. Фильмнің бастапқы атауы Әулие Алексей болатын. Оны православ энциклопедиясы шіркеулік кинокомпаниясына түсірді. Фильмде Мәскеу митрополиті Лас, қатыгез әрі ырымшыл сарай қаласына нұр шашып келеді. Яғни бұл жай ғана тарихи қателік емес, бұл саналы түрде түсірілген миф. Александр Невзоров та орыс ордасы, оны садист басқарып отыр деген тақырыппен эфир шығарып жатады. Оның арнасында орыс ордасының хроникасы айдарымен жарияланымдар тұрақты шығып тұрады. Басқа бір жазбасында ол орыс ордасының жиіркенішті шындығы туралы жазады. Ол Путин әскерін қорлағысы келеді, бірақ қорлау сөзі ретінде неге екені белгісіз, тағы да біздің ата-бабамыздың мемлекетінің атауын қолданады. Украиналық ресми тұлғалар да дәл осы лексиканы пайдаланып келеді. 2023 жылдың мамырында әскери барлау басшысы Кирилл Буданов Ресей ордасы өз сарбаздарының қанына тұншығады деді. 2022 жылы Днепропетровск облысының басшысы Валентин Резниченко Ресей ордасы Никополь ауданындағы террорын тоқтатар емес деп мәлімдеді. Украиналық репортаждарда ресейлік орда тіркесі дайын штамп ретінде қолданып келеді. Осы тұста қарапайым бір сұрақ туындайды. Неге екі славян халқы соғысып жатып, бір-бірін орда деп атайды? Біздің ордалықтардың бұған қандай қатысы бар? Екі жақ бір-бірін балағаттап жатады, бірақ қорлықты біз және біздің тарихымыз көріп жатыр. Орда мемлекет болған. Оның өз астаналары, құқықтық жүйесі, дипломатиясы, сауда-саттығы, қолөнері, теңге, сарайлары мен халықаралық байланыстары болды. Орыс князьдері өз билігін растау үшін сол жаққа барып тұрған. Мәскеу дәл осы ордалық саяси жүйенің ішінде көтерілді. Тіпті Карамзиннің өзі Мәскеу өзінің ұлылығы үшін хандарға қарыздар деп мойындаған. Сондықтан біздің тарихымызды славяндық боғауыз сөз ретінде пайдалануды тоқтату керек деп ойлаймын.